Осыдан бірнеше жыл бұрын Максим Шевченко дейтін бір ресейлік танымал журналистпен бірнеше күн бірге жүрудің бір реті түсіп еді. Максим мырзамен талай мәселелер төңірегінде әңгімелестік. Енді бір эрудит, истеблишменттің өкілі, интеллигент адам ғой. Сондағы маған айтқан бір пікірі бір қатты есімде қалып кетті да. Максим мырза айтады, осы бір жасыма келген кезде, 50-лерде, ол кезде әйелдермен әңгімелесуді, жалпы әйелмен коммуникация құруды, жалпы әйелді түсінуді бір енді үйрендім дейді Максим мырза 50-ге келген кезде. Мұны не үшін айтып отырмын, құрметті жігіттер? Осы біз неге әйелімізбен ұрса береміз? Енді бір себептер де оған бір сан қилы шығар. Біреу ақша жоқ дейтін шығар, біреу мінезіміз сай келмеді дейтін шығар. Бірақ негізгі себептердің бірі сол Максим мырза айтқандай дұрыс коммуникацияның жоқтығы. Жалпы өзі бізді біреу түсінгенін қаласақ, әйеліміз түсінгенін қаласақ, ең алдымен біз әйелімізді түсініп алуымыз керек сияқты, құрметті жігіттер, оқырмандарым. Әйелімізге қымбат сыйлық бергіміз келеді. Әйелімізге дәл қазір керек болып тұрғаны қымбат сыйлықтан да бұрын біздің назарымыз, вниманиеміз, бір мезет оған бір көңіл бөлгеніміз шығар. Оған күйеуімен екеуі бір волнада екенін, күйеуінің оны жақсы көретінін әйеліміз бәлкім сезінгісі келетін шығар. Қымбат сыйлықтан бүкіл әйел жақсы көреді ғой, бірақ бірінші очередте кезекте өзінің қымбатты екендігін сезінгісі келетін шығар бәлкім әйеліміз. Яғни өзі бір осы күні біздің билігіміз еститін үкімет деген бір қылық шығарып жүр ғой. Сол сияқты бір еститін жігіт, еститін күйеу болып та көрсек қайтеді, құрметті жігіттер.